Сәлем менің YouTube көрермендерім, пайдалы жаңалықтар каналына тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен міндетті түрде сіздер білмейтін, біліп жүрсеңіздер жасап көрмеген боларсыздар әлі. Бірақ дегенмен де емі бар шөптік қасиеттермен, пайдалы қасиеттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын ақпараттармен. Яғни бұл шөптің аты лапух. Бұл кез келген аулада, далада өседі. Бұны біздер көбіміз білмейміз, жұлып тастап жатамыз. Жоқ, жұлмаңыздар. Бұл лапух шөбі денсаулыққа пайдасы, қандай керемет пайдасы бар екенін білсеңіздер, сіздер бұл шөпке тиіспейтін боласыздар. Мен бұл шөпті бұрын алды барлығын жұлып тастай беретінмін, қазір іздеп жүріп тауып алатын болдым. Себебі маған көмегі тиді, бетім бер қарады десем де болады. Бұл лапух шөбі үлкен 2 метрдай болады. Бұның негізі жаңағы шөбінен мен сіздерге қазір соңына дейін көрсеңіздер видеосын салдым. Суставтарыңызға жапырақтың қалай көмектесетінін көретін боласыңыздар. Соңына дейін көріңіздер. Яғни бұл лапух шөбінің астыңғы тамырын өте негізі қазып алу қиын, бірақ пайдасы өте керемет. Осыдан да сіздер сок жасап рецептін мен салатын боламын. Келесі видеомда да салатын боламын, міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Бірақ осы видеоны қарап алыңыздар. Сонда барлығын нақты түсініп қылып айтатын боламын. Тамырының пайдасын. Көріңіздер менің қазіргі видеомды. Ал ендеше мен сіздерге жасалу жолын көрсетіп өтейін. Бұл лапух деген шөп біздің сүйектеріміз, яғни суставтарымыз в основном көбіне ауырса, ауырған жеріңізге міндетті түрде үлкен жапырақ болғанда жақсы, кішкентай жапырақпен, яғни менің мына жақтарым өте қатты ауырады, сол жақ қолым, содан өстіп орап қоясыздар. Бірақ орамас бұрын сіздер оны жақсылап бүйтіп қысып жіберіңіздер. Қысып аласыздар. Міне, мұжып алдық. Мұжыған емізді көріп тұрсыздар ғой. Содан міне ауырған жеріңізге жауып қойыңыздар. Бұл суставқа өте жақсы көмектеседі. Міне жапырақтың ішкі жағын осылай қойып, сыртынан пакетіңізді жауып, көрсетіп жатырмын. Содан орамалмен таңып тастаңыздар, яғни байлап тастайсыздар. Жақсылап байлап тастаңыздар. Қазір ыңғайсыз болып тұр, бірақ сіздер бұны жақсылап тұрып таңып байлап тастасаңыздар, 1-2 сағаттың ішінде сіздің ауырған жеріңіз қоятын болады. Енді бұның деген көп, лапух деген жапырақтың көп деген пайдасы бар негізінде. Рак ауруында жеңіп шығарған. Бұл негізі медицинада жоқ, айтылмаған әрине, бірақ біз біле бермейміз ғой көптеген шөптің пайдасын. Бұл деген бізде бақшада өсіп жатқан жай ғана шөп деп ойлаймыз. Жай ғана шөптің өзі қандай көмек әсері бар екенін білсеңіздер, біліп жүрсеңіздер деймін да. Негізі мен бұл шөпті бұрын қолдамайтынмын, ауламнан барлығын қырып тастайтынмын. Қатты жаныма батып ауырғасын, мен осы шөпті неге көрмеске, неге жасап көрмеске деп асқазаным ауырды. Асқазаннан асқазан жарасын кетіреді, түгіл кишечниктарыңыз тазартады, өтіңіз тазарады, бауырыңызға өте жақсы ем. Жалпы дене мүшеңізге пайдасы бар. Рак ауруында емдей аласыздар. Менің келесі YouTube каналыма тағы да шығаратын боламын. Ода кәдімгі сокты сіздерге осы лапух шөбінің согын жасап көрсететін боламын. Қалай ішу керектігін айтатын боламын. Міндетті түрде келесі видеомды жоғалтып алмас үшін подписка жасап, колокольчикті басып қойсаңыздар, міндетті түрде бірінші видеом сізге шығып тұратын болады. Мені жоғалтып алмайтын боласыздар. Рахмет, тыңдағандарыңызға, сіздерге ем болсын.